Петропавлда тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында Алтын Орда мейрамханасының ашылу салтанаты өтті. Зәулім ғимарат бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында құрылды. Салтанатты рәсімге Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағамбетов қатысып, таспасын кесті. Аталмыш мейрамхана 4 жыл бойы салынған. Оның ашылуымен 20 жұмыс орны пайда болды. Мейрамхана директоры Дархан Калгаевтың сөзінше, мейрамхананы ашу үшін 100 миллион теңге көлемінде несие алынған. Жаңадан салынған мейрамханада 400, 250 және 100 адамға арналған 3 залы бар. Келесі жылы 4 қабат қонақ үйді салуды жоспарлап отырмыз. Оны 2017 жылы ашамыз деп үміттеніп отырмыз. Болашақта облыс орталығында мейрамхана басшылары 4 қабатты қонақ үй салуды жоспарлап отыр. Алтын Орда мейрамханасының ашылуына байланысты қонақтарға театрланған көрініс пен концерттік бағдарлама назарға ұсынылды.